Yayınımızdan esas mevzuları. Rus mahkemesi Ruslan Zeytulayev'ke 12 yıllık hapis cezasını belgiledi. Kırım-Tatar probleması Birleşken Devletlerinin tamir halklar toplaşuvunda көтерілді. Коренные крымские татары все больше и больше чувствуют себя под угрозой. Джамала Акайға шықты. Благословіть ваш шлях, ваш шлюб. Це ваш перший документ на все життя. Эфирде заман студияда сілерімен Шевкет Наматулаев селямлайым. 12 ел серт режимде тұтылacak Русия mahkemesi Руслан Зейтулаевке несбетін бойлы үкім шығарды. О Русияда террористик оларақ белгіленген Хизбут Тахрир тешкілятының иштиракчысы олмақта қабатлы танылды. Бұндан әвел Зейтулаевке Рус mahkemesi 7 yıllık hapis cezasını белгілеген еді. Ләкин прокуратура бұны аз көріп 17 yıllık hapis cezасы белгіленмесіні талап етті. Ростов-на-Дону шайырындегі Шымали Кавказ Арби mahkemesi Руслан Зейтулаевке қаршы үкім шығарды. Зейтулаевке қаршы серт режимлі апсханиде 12 ел апыс жазасы ве мечбүрі еш япылмасы белгілене. Зейтулаевның апсханиде ятма мұддеті 2017 сенесі апрелінің 26-сындан сайылып башлайжақтыр. О 2015 сенесі январның 23-ден 2017 сенесі апрелінің 25-не қадар вақтынжа апсханиде ұлғаныды. По 25 апреля 2017 года включительно. Адвокатлар бұл қарарға разы олмағанына білдірділер. О 10 күн ішінде бұл қарарны шикайет етмеге азырлана. Біз Русия Федерациясының юқары mahkemesіне шикайет мұражатыны yollayacağımız. Бұл қарар деңішмегенде Зейтулаев Ростов шайырындегі бірінші СИЗОда болынажақтыр. Руслан Зейтулаевны терроризмде қабатлайлар ойсе бұл қабатына бойнына алмай, бұның үшін 22 күн евелсі ачлық гревіні илян еткен адам. Mahkemeden son sağlığı fenalaşқаны үшін ачлық гревіні тоқтатқанына білдірді. Руслан Зейтулаев işgal etilgen Qırımda 2015 senesi yanvar ayında tutulğanıda. O Rusiyada yasak etilgen Hizbut Tahrir teşkilatının bölügünü kurmasında qabatlanğanıda. Darina Иванютенко, Zaman, ATR. Ишғал олынған Қырымда Қырым-татарларға қаршы репрессиялар. Бірлешкен Миллетлерінің тамыр халықлар мәселесінде форумның 16-шы сессиясы Нью-Йоркта кешірілді. Украина информацион сиясеті Назира Менеджипар Украина акиметінің темсілжісі оларақ чықышта бұлынды. Қырымда олған вазиет аққанда Межлис азасы Ескендер Бариев айты берді. Қырым татар vatandaşlarım, saygılı тамыр халықлар темсілжілер. Selam aleykum. Just last week, Кешкен hafta Гаагадағы Бірлескен Миллетлерінің халықара mahkemesi Русияны Мejlisінің ғайрыдан тіклемеге ве ырқи айрымның бұттун шекерлерінің yok етуінен бағылы қарарны ида етмеге мечбур етті. Украина mahkeme қарарының еріне кетірілмесіне ишанды, ләкин Қырымның işgalci hakimiyeti бұңа имет бермеді. but unfortunately we have already heard the statement. Мустафа Джемилев и Рифат Чубаров депортированы из родной земли. Мустафа Джемилев и Рифат Чубаров ана ватанından surgun etildiler. Meclis reisinin muavin Aqtem Чегоз 2 yıldan ziyade apısta tutula. Keçken sene aprelinin 25'inde Ervin Ibragimov hırsızlandı. O alada tapılmadı. 12 insan vahşice öldürülgen tapıldı. Халқара жематчылығы Русияны Бірлескен Devletlerinin халқара mahkemesinin қарарыны бежермеге мejbur etmeli. Meclisni yasak etken Rusiya yuqarı mahkemesinin qararı lağu etilmeli. Meclis Qırımda Qırım tatarlarını temsil etken organ olarak çalışmalı. Суда России о запрете Меджлиса и позволить ему работать в качестве законного представительного органа коренных крымских татар на территории Крыма. Топлашуда Русия темсілжісі де чықышта бұлынды. Иет елбашысы Игорь Баринов четел зенадашларына işgal olunған Қырымға давет етті. Татарский язык стал государственным наравне с украинским и русским. Қырым-татар тілі Украин ве рус тілдерінен берабер девлет тілі олды. Бұл тілде мектеп ве али оқу юртларында дерс берілі. Қырым-татарларының байрамлары умуми байрамлар оларақ танылды. Қырым-татарлары үшін Жума Джами құрыла.
Evnen temin etілу программасы амелге кечірілі. Қырым-татарлары насыл яшағанны көрмеге істесеңіз, Украин зенадашларыма да мұражат етем. Қырымны зиярет етіп, вазиет насыл олғанны огрене білесіңіз. Я приглашаю, в том числе моих коллег с Украины. Авропа Бірлігінің елшілері Украина үшін визасыз режимні таздықлады Невбет Авропа Бірлігінің назирлерінден. Олар Украина үшін визасыз режимні майысының 11-іне қанунлаштырмақ кереклер. Бұндан сон қарар имзаланып Авропа Бірлігінің ресми мejmuasында дерчетілежек. 20 күн кечкенінен визасыз режимі көрсетілежектір. Авропаның қапулары Украина үшін ачықтыр. Шымды қарар Авропа Бірлігі Шурасында назирлер тарафындан тағзірленмек керек. Бұндан соң әсе эснас екенленежектір. Русия ешғал олуныған Донбасс сакинлеріне мадди ярдым көстермек керек ма? Более суален Радио Свобода журналистері Москва сакинлері вес шер мұсафірлеріне суал берділер, мұражат еттілер. Менімше, Русия өз халқына ярдым көстермек керек. Чүнки эм Луганск, эм Донецкте, бізім Русия, бізім Украина адамларымыз чоқ. Бірісінің рухы, белкіде Русия инсанның рухы, әркез өз айлесіні севе. Біз есе Совет Бірлігінде доғдық ве біз о вақытларыны қатырлаймыз. Менімше, епіміз аға қардашмыз ве асылында бұтын дүнияда тыншылық олмақ керек. И вообще мир должен быть на всей земле. Это даже не обсуждается вообще. Бұны асылда музакире етмемек керек. Әрбір алда ярдым олмақ керек. Вообще, скорее всего, он, наверное, внутри страны. Зачем? Асылында девлет içinde bu cenke para не сарф etmek керек. Пара илкевелі халық ейі яшамасы үшін керек. Elbette керек ми, бұнда да ciddi проблемалар бар. Менімше Русия işgalcidir ve o территорияларны запт етті, Қырымны да запт етті. Өзлері қабатлылар. Біз işgalcilerimiz мен белесем, яғни біз дегелде Путин ве оның акимиеті işgalci. Ve бізден нефрет еткенлері doğrudur, қабатларымыз бар. В принципе, везде в мире есть свои проблемы. Umumen butun yerde ve dünyada problemler var. Hem Ukrayna hem Suriye'de. Elbette bu devletlerge yardım etmek gerek. Türkiye'de 1000'den ziyade insan yakaladılar. Memleketinin içki işler nazirliginde bildirgenlerine göre esasen politsiya idarelerinde çalışkan insanlarını tutkanlar. Onlarını Amerika'da yaşayan Türkiye'li vazcı Fethullah Gülen'in hareketinin bağlı olganlarında şekleyler. Türkiye hakimiyeti Gülen'ini geçken sene Türkiye'de devlet avdarma intılığında kabatlay. Джамала Ақайға чықты. Евровидение 2016 ярышының ғалибі Украина ержесі Қырым-татар қызы Сусана Джамаладинова ве Сейдбекир Сулеймановның никахы қылынды. Мерасим Киевде ерлешкен Ислам медени мерkezінде өткерілді. Тәфсилатлы мұхбирimiz Эльвина Сейдбулаева біле. Келін Джамала бейаз, uzun, nazik oyalanған антерде. Киев Сейдбекир Сулейманов милли Қырым-татар урбасында. Джамиде оларны имам Саид Исмагилов қаршылай. Evlenuf tedbiri nikah musulman adetlerine көре geçti. İki taraftan şartlar tek erkekler. Başta imam ana babalardan sonra ise yaşlardan razılık soradı. Nikah vaxtında Kiev kelinge mahar, yani toy bahşişini bağışlamak gerek. Ви обговорювали шлюбний подарок. Що ми запишемо? Добре. За вашим бажанням. Yaşlar üç kere öz razılığını berdiler. İmam olarını Akay ve Apay dep ilan etti. Оголошую вас чоловіком і жінкою. Toyda yaşlarının ana babası ve tuğanları oldu. Джамаланың қarbabası Қырымдан келіп olamadı. Torunu ana babasından hayırladı. Дедушка тоже, он, наверное, переживает также вместе с нами это. Ну вот приеду, все расскажу, все покажу. Он сразу мне сказал, что в любом случае друг другу надо уже уступать. Моя мечта сбылась. Я очень рад за это.
И желаю им счастья, и мира, и согласия. Я его люблю, очень хороший у нас зять, чтобы они жили. Радостно, безусловно. Радостно, рада за детей. Машалла, Allah бақытларын versin. Bir oğlumuz var, indi kızımız da var. Yaşlarının hakikaten bir nikahnen kart olup, baktlı olsunlar da bizlerini kuvandırıp baktlı etsinler. Түркиядан Жамаладың татасы Эвелина келді. Тойда о Акай ве баласынен олды. Мы очень ждали, кого же все-таки выберет наша любимая Сусаночка. Слава Богу, çok şükür достойного жениха выбрала. Дай Бог им счастья, Allah uzun ömür versin, mutlu mesut etsin. Hep birlikte mutlu yaşasınlar. Nikah tedbiri yarım saat devam etti. Bundan son kelin, kiye ve soysop toyga yol aldılar. Elvina Sedulaeva, İslam Pinka, Zaman Атр. Киевдеки София Киевский милли қорығында Чумаский шлях музейлер лейхасының ачылуф мерасим өткерілежек. Бұл лейхада 4 сергі чешет ерлерде ве айны бір вақытта кечірілежек. Чумаский шлях рожденный войной сергісінен хлебная галереясындаки арт-центрде тақдим етілежек. Бұл лейха азырлықларына бізім мұғберлеріміз тақып еттілер. Рожденный войной сергысы Сасин Украина ве Крым-татар медени мунасибеттеріне бағышлана. Ростем Скибин бұлі хайштыракчысы вері сам оларақ Крым-татар медениеті ве Украина мунасибеттеріне ачықлай. Это небольшая часть экспозиции. Бұл экспозиция бұйық лейханын тек бір қысымыдыр. Мұнда біз әвеші дегерліклеріні ве одевердеки айле фельсефесіні көстермеге тырышамыз. Чүнки өмір емек ве емек ешелерінен де бағлайды. Сергы уч галереядан ибареттір. Олардан бірі Крым-татар ве казакларының арбителяларына бағышлана. Тут ми бачимо одно з наверший. Біз бұл ерде 17 асырға айт Қырым ханлығының барякларыны көреміз. Мен белесем, Украинаның еш бір музейінде бойле неменелер сақланмасына керек. Біз бұны бірінші кере Украинада таптық венімі ешетеміз. Олар Александр Фельдманның шахси коллекциясында сақлана. Бұл сергеде есе ilk sefer нұма ешетілі. Ще раз скажу, в колекції Олександра Фельдмана Сергы екі авто нумайш етілечек. Светлана Паламарчук, Ислам Пинка, Zaman Атр. Усат қазыр олған сонки хаберімізді дайма атырылы олыңыз. Көрішкенже.